Так, барлықтарыңа салам, сендер мен лайт. Короче, достар, менің жаңа видеома қош келдіңдер. И бүгін мен выживаниямды жалғастыратын боламын. Короче, менің жанымда голем братан жүр. Голем братанға қызыл гүл алып берсем, роза гүл. Ол маған не тем екен? Брат, роза гүл берейін, мен үйім бұзбай не деп айтпай ақ қояйын. Короче, достар, бүгінгі видеода мен өзімнің алдыңғы видеода мынандай өзіме егін салған болатынмын. Мынандайлау енді мұз қатып қала береді, нервыма тигесін, мынандай от қойған болатынмын. Мынандай білмеймін, пайдасы жоқ бұның, бірақ в общем нормально істеп тұр. Бұл егін деп айтуға болады. Мына жақтан снегпен қоршалған аяғы. В общем қыстық выживанияны мен бастадым. Ол бастауым енді маған, бірақ мен шахтаға түсіп шахтаға түскеннен кейін мен железный броня таптым да, бірақ нормально жасадым. Железный броня таптым. Және достар, выживанияға қосылғысы келетіндер маған сразу дискордтарыңды қалдырып кетсеңдер, сендер дискордтарыңды қалдырып кетіңдер, комментке мен қосыламын деп жазып кетіңдер. Немесе бір ватсаптарыңды ма қалдырсыңдаршы, мен сендерді братан шықсай қалай қосам, а то достар. А то мен бәріңді қоса беретін ғой, любой без разбора. Просто дискорд немесе ватсап, әйтеуір ВК, білмеймін, бірдеме қалдырсаңдаршы, мен сендерге жазуым керек қой. ютубтан жазсам, мен комменттерім өшіп қаламын өзімнің каналымда бірдеме. В общем, мен міне кешеден бері пахат етіп ойыннан шықпай жинағандықты көрсетем сендерге. Ойыннан шықпай жинадым, мынандай өзіме жетілдерді алып келдім. Мынандай жетіл торговецтарды қазір көрсетем. Міне менің үйіме датауға кіріп кеткен қанша жетіл, бұған енді торговать ете алмаймыз. Мына братан изумрудпен ғана алам дейді. Бұны братан мен баласын өлтіріп тастағам, кстати, сосын ғой. Бұл маған қымбатқа, бұл менен сондықтан қымбатқа алам деп тұр. Просто мен оның баласын өлтіріп тастағам. Міне каменчик жер, осы жақта бар каменіміз салып изумрудтар патырладым. Бум! Сен уровень қаншаға көтерілді? Не отходя от кассы, кассадан кетпей сатып ала беру дейді ғой, короче. Так, купите, что оно будет у крестьян дейді. Крестьянсыңдар ма сендер, мен қайдан білейін? Так, жарайды. Новыйдан біз тағы да сатып аламыз. Тук-тук. Сен изумрудтың көбі, братан, я? Берілмейін бейсің ғой. Жоқ, бітті ау изумруды. Тағы бар ма? Братан, сен осы ғой, осы инструментчик көмірі алатын. Так, инструментчикті көтерген дұрыс мен ойымша. Мен инструментті барып қазып алғым келмейді, так что инструментчикті көтереміз. Опа, опа, все, нормально көтерілді. Братан, бергесе күтейік. Так, бұған железо алам дейді. Железо саған жоқ менде беретін. Лучше мынандай изумрудтарды сатайын саған. Изумрудтармен мынандай алып берсем болмайды. Жарайды. Жай көтеріледі екен слишком. Вообще, колокольчик слишком кіттай. Мұны железаны айтуға да келмейді, железо жоқ бізде өйткені. Так, железо кеп көрейін мен бұны. Білмеймін, бірдеме көтеруім керек қой мен ананы. Бірақ оны көтеру үшін Так, достар, мен инструментальчик деген братан тапқан болатынмын. Мұнау шынды ма? Құрыңдашы қанақ, мен бұлар кеп тұр. Так, мен бұл братаннан, короче, мынандай заттарды алсам болады. Мұнан баласын өлтіріп тастағам, сондықтан қымбатқа сатайын деп тұрғанмын. Мә, керік алған дұрыс деп білемін. Мұны мен изумрудым бәрін жеп жатыр. Қанша изумрудым кетіп жатыр, мына бомжға бола. Мынаны удалить қайттан ашуға болатын маған, по идее. Но, по идее, не надо. Все нормально. Мұнаның ақшасы түсті. Мынау қымбаттап кетті. Тағы бізге железо керек, но менде қазірге оған железо жоқ бір сәттен. В общем, менде қазір жоқтан бар жасап жатырмын ғой. Әйтеуір бірінші ең қымбат приобретением менің алмазный нем деп айтуға болады. Так, мұна броникті көтерім керек, манан берші. Какой-то бір бомжды көтермей. Да, по идее. Броникті көтеру керек тұғын. Ема, достар. Какой-то бір бомжды көтердім ғой. Ема, броня сатып алатын ем ғой. Ну, окей, так, мұнан алсам не болады, мұнан алсам не болады. Жарайды, саған железо тауып бір күні келем қайттан. Бізде менің каменщик роднойым қайда, каменщик деген мынайшы тұру керек. Каменщик работаю 3 дня деген бір бауырым бар еді мына жерде. Сен ба бауырым? Жоқ, сен емес па? Сен ба? Жоқ, сен емес па? Так, каменщик қайда? Достар, каменщик қайда? Каменщик менің үйімде ма? Оп, каменщик та менің үйімде емес. Мынау кім вообще? Мынау менің инструментальщикпін, мана көтеріп отқан. Так, мынау ше? Мынау менің любимый досым, эксперт родной. Бұған претензия жоқ. Каменщик қайда? Міне келді каменщик. Неге арзаннан сатып бергісі келіп отыр маған? Так, каменщик, или сенде ақша жоқ па вообще?
Ақша жоқ па? Так, 8, 9. Неғып 9 деп тұр, 9-дан алам деп тұрма типі менен. Если шамалы ақшам пайда болса деп. Понял, нәні 19-дан сатуға болады екен. Короче, достар, осылай дамысаңыздар болады. Выживаниеда білесіңдер ғой, сендер өздеріңде. В общем, мынандай жителмен даму деген білмеймін, күшті способ екен. Әйтеуір мен уже алмазный топорым бар, я. Алмазный топорым бар. Мынау вообще арзандатты 3 железаға. Неге арзандатып жатырын алар? Или мен олардың покупательдері болғандықтан ба, сондықтан сондай ау. Сен бір адам бері қарай шықса, сен бұндай жерде жүрмеуің керек, мені қорғауың керек вообще сен. Голем, мына қарай шық, мында қарай шық, голем давай. Бетеміз анда. Бұл големнің шығу үшін, оп, голем родной кел. Кеш ана, кеш, конкретно кеш один. Так, достар, големді өзімізге қарай тартамыз, да? Давай, голем, кеси. Голем. Оп, голем шықты, и големнен қашып кете саламыз біз. Опа, бізде ауылда мынандай үй бар ма не? Ой, мынау кімнің үйі? Мынандай үйде, опа, мынандай да үй бар екен бізде. Так, ше ондай уютный емес екен, да. Ой, блин, точка возрождения қойып қойыппын. Ошибка. Жақсы екен еналар. Мынау не двойной екен. Для пары, по идее, да. Мында үй жасасам болады екен өзім. Аяқтан бетіп секіріп, біздің судың астына барсақ болады. Судың астында бірақ ештеңе жоқ сияқты. Скоро корабльде іздеуге шығамыз, но әзірше мен үйге қайтамын. Короче, бүгінгі видеода көрген болатынсыздар, өте кереметте біз осылай торговля жасап дамсақ болады. Ал сендердің болса, қараңдар, менде 20 изумруд, 20-ші уровень, прикиньте. Скоро мен зачарование уровеньге көшемін, зачаровать ететінде, но әзір мен на инструментчиктерді көтеріп жата тұрам. Қазір мен үйімде бәрі жұмыс істеп жатқан сияқты, бәрі жабылып. Так что мен на үйге ұйықтай тұрам. Жата тұрам. Жататын әлі түлемес кешемес екен ғой, ну окей. Онда фермамды тазалай тұрам. Сендер бүгінгі видеода көрген болатынсыздар, не істегенімді білсеңіздер, білемін деп жазып кетіңдер, білмесеңіздер, білмеймін деп және де кіргісі келетіндер бұл выживаниеға өздерінің комменттерін қалдырса болады. Бауырым, мен кіремін, бірдеме, сірдеме, Discord, ВК, міне деп ше, мен сендерді қосып ала берем. Неше ден, қандай, ешім қарамайым, главный бір сөйлей алсаңдар болды, отырып или сөйлемесеңіздерді қосып ала беремін. Так, мұнан екі тастаймыз, болды по идее. Енді видеоны аяқтай берсем болады. Давайте, достар, сендердің болған лайк, видеоны адай ойнамын, давайте.